Жақсы оқушылар, 15-ші сұрақ. Есеп географиялық. Өскемен қаласында буланушылық мөлшері 600 мм болса, жылдық орташа жауын-шашын мөлшері 536 мм болатын болса, ылғалдану коэффициенті. Жалпы, бұл бізде гидросфера тақырыбына ішінде келетін есеп. Ылғалдану коэффициентінің есебі. Бұл жерде негізгі 3 шама болуы міндетті. Ол буланушылық мөлшері, жауын-шашын мөлшері және осы ылғалдану коэффициенті. Яғни сұрақ алмаса беру мүмкін, иә. Енді бұл жерде сіздерге жаттау керек міндетті болатын бір формула бар. Ол мынандай. Ылғалдану коэффициенті тең болады жауын-шашын бөлінген буланушылық. Яғни осы формулаға сала бересіз. Бізде қазір есеп ылғалдану коэффициентін сұрап тұрған себепті біз жауын-шашыннан буланушылықты бөлеміз. Кей жағдайда буланушылықты сұрау мүмкін, немесе жауын-шашынды сұрау мүмкін. Яғни ылғалдану коэффициентін беріп отыр. Тура осындай формада сұрақты өзгерте бересіздер. Енді есепті шығарайық. Ылғалдану коэффициенті тең болады. Бізде Өскемен қаласының жауын-шашын мөлшері есепте берілгенде 536 мм, ал буланушылық 600 мм. Сәйкесінше бізде есептің жауабы 0,89 болады. Ол бізде Д деген вариантта тұр екен. Жақсы, осымен сұрақ тамам. Өте оңай, тек формуланы жатқа білуді ұмытпаңыздар.